Вақиға сүресі. Рахман. Әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Болмай қоймайтын ұлы оқиға. Қиямет қайым орнаған кезде, оның болатынын ешкімде жоққа шығара алмайды. Бұл оқиға біреуді төмендетіп қор қылып, енді біреуді көтереді, мерейін өсіреді. Жер қатты сілкінгенде, таулардың быт-шыты шығып, шаң тозаңға айналғанда, және сендер, саналы жаратылыстар үш топқа бөлінгендеріңде, асхабул мәймәна, амал дәптерлерін оң жақтан алатын бақытты жандар, олар қандай бақытты жандар десеңші. Асхабул мәшәмә, амал дәптерін сол жақтан алатын бейбақтар, олар неткен бейбақ десеңші. Иманда, ізгілікте, Алланың дініне қызметте оқ бойы озық болғандар, олар Алланың рахмына бөленуде де ең алда болады. Аллаға ең жақын болғандар, міне солар. Олар нығметтерге толы жәннәттерде болады. Олардың басым көпшілігі Алланың дінін елден бұрын қабылдап, қолдағандар болады. Аз бөлігі дінге кейіннен келіп қолдау көрсеткен кейінгі ұрпақтар. Олар асыл тастармен зерленген, қаз-қатар тізілген жайлы да салтанатты орынтақтарға жайғасады. Қарама-қарсы қойылған жайлы орынтақтарға шалқая түсіп, бір-біріне қарасып отырады. Олардың айналасында мәңгі бақи балғын, балауса қалпынан өзгермейтін боз балалар айнал соқтап, құрақ ұшып, қызмет көрсетіп жүреді. Жұмақ шарабы құйылған достағандар, құмыралар және қадақтармен оларды айнал соқтап жүреді. Бұл шараптан олардың басы да ауырмайды, маста болмайды. Сондай-ақ аталмыш қызметшілер жұмақтықтарға өздері қалап таңдап жейтін жеміс-жидектің түрі-түрін, көңілдері соққан алуан түрлі құс еттерін ұсынып бәйек болып жүреді. Көздері мөлдіреген хор қыздары, бейне бір қабыршағынан алынбай сол күйі сақталған інжулер секілді. Мұның бәрі оларға дүниеде істеген игілікті істерінің қарымы ретінде беріледі. Олар онда бос әрі күнәға батыратын бірде-бір сөз естімейді. Естейтіндері тек сәлем, сәлем деген игі тілектер ғана. Асхабул ямин, амал дәптерлерін оң жақтан алатын бақытты жандар, олар қандай бақытты жандар десеңші. Олар жеміс салмағынан бұтағы иілген тікенексіз шие ағаштарының және шоқ-шоқ болып үйіса біткен банан ағаштарының созылып жатқан кең саясында, һәм сарқырап аққан сулардың жағасында болады. Сондай-ақ, ағыл-тегіл жеміс-жидектердің, әсте таусылмайтын әрі тыйым салынбайтын жемістердің арасында болады. Астарында аса ардақты жұбайлары бар. Біз ол кезде оларды тәні мен жан дүниелерін жұмаққа лайық етіп, жаңадан жаратқан боламыз. Оларды қыз кездеріндегі пәк қалпына қайта түсіреміз. Олар жұбайларын құлай сүйетін әрі жас жағынан да түйедей құрдас болады. Бұлардың бәрі амал дәптерлерін оң жақтан алатын бақытты жандар, асхабул ямин үшін. Олардың көбі Алланың дінін елден бұрын қабылдап қолдағандар. Енді бір сыпырасы дінге кейін келіп, қолдау көрсеткен кейінгі ұрпақтар. Ал амал дәптерлерін сол жақтан алатын асхабу шималға келсек, олар неткен бейбақтар десеңші. Қуырып жіберетін от пен қайнақ сулардың ішінде, қоп қою түтіннің ішінде, салқын демес, жайлы демес, өйткені олар одан бұрын дүниенің буына масайрап, әбден есіріп азғындыққа салынған еді. Ең үлкен кешірілмес күнәда, Аллаға серік қосуда, һәм оны жоққа шығаруда табандап тұрып алған болатын. Олар сонда, біз өліп топыраққа һәм шіріген қу сүйекке айналғаннан кейін шынымен қайта тірілеміз бе? Баяғыда өткен ата-бабаларымызда қайта тірілеме деп көкейтін. Сен былай де, алғашқылар да, кейінгілер де бір қалмай қайта тірілетін болады. Сөйтіп барлығы дүниенің ақырын білдіретін белгілі бір күнде
міндетті түрде бір жерге ғарасат майданына жиналады. Ей, хақ жолдан адасып ахиретті жоққа шығарғандар, содан кейін мына сендер міндетті түрде заққұм ағашының жемісінен жейтін боласыңдар. Жеп қарындарыңды сонымен лықа толтырасыңдар, оның үстіне қайнақ су ішесіңдер. Құдды әбден шөлдеп келіп суға бас қойған түйелерше сіміресіңдер. Дін күні, яғни ұлы сот, һәм қарымта күні, оларға көрсетілетін сый құрмет міне осы. Сендерді жаратқан мына біз, сонда да ахирет ақиқатына сенбейсіңдер ме? Әйелдеріңнің жатырына төккен мәни суларыңа қарамайсыңдар ма? Соны һәм содан пайда болатын адамды жарататын сендерсіңдер ме әлде біз бе? Араларыңда пешенелеріңе өлімді жазған да біз, сондықтан да сендерге ажал құштырамыз десек, бізге ешкім бөгет бола алмайды. Сендерді өлтіріп, орындарыңа дәл өздеріңдей басқа адамдарды келтіреміз десек те, яки сендерді өздеріңе беймәлім жаңа болмыста қайтадан жаратамыз десек те, бізге ешкім қарсы келе алмайды. Өздеріңді алғаш жоқтан жаратқанымызды, яғни дүниеге қалай келтірілгендеріңді шүбәсіз жақсы білесіңдер. Ендеше соған ой жүгіртулерің, сөйтіп, келесі жаратылыстың да әбден мүмкін екенін мойындауларың керек емес пе? Еккен егістеріңе қарамайсыңдар ма? Оны сендер өсіріп жатырсыңдар ма, әлде біз өсірудеміз бе? Егер қаласақ, әлгі өсіп шыққан егістеріңді бірден қу қиқымға айналдырар едік. Сөйтіп, не істерлеріңді білмей аңырап тұрар едіңдер. Һәм ойбай-ау, енді қайттық. Еңбегіміз еш кетті-ау, бәрінен де ризық несібеден қағылып масқара болғанымызды қараш деп ақырар едіңдер. Сондай-ақ ішіп жүрген суларыңа қарамайсыңдар ма? Оны бұлттан жаудырған сендерсіңдер ме, әлде жаудыратын біз бе? Қаласақ оны тұзды қылар едік. Ендеше шүкіршілік етулерің керек емес пе? Ал жаққан оттарыңа не дейсіңдер? Оның ағашын өз қолдарыңмен өсіріп бедіңдер, әлде өсіретін біз бе? Біз оны адамдар үшін ғибрат һәм сахараны мекендеген көшпенділер мен жолаушылар үшін, сондай-ақ оған зәру жандар үшін пайда көзі қылдық. Ендеше шексіз ұлылық иесі Раббыңның есімін, яғни оның мінсіздігін, кемшілік пен серік атаулыдан ада екендігін айтып ұлықта. Жұлдыздардың орнына серт. Біле білсеңдер, бұл шынында да өте үлкен серт. Анығында, ол өте қасиетті Құран. Ол ерекше қорғауға алынған кітапта, Лаухул Махфузда. Оны тәндік һәм рухани кірлерден толық арылған таза жандардан өзгелер ұстай алмайды. Ол әлемдердің Раббысы тарапынан бірте-бірте түсірілген. Сонда сендер бұл сөзді менсінбейсіңдер ме? Яғни оны төкке тұрғысыз санап жалғанға шығарасыңдар ма? Сонда сендер үшін баға жетпес нығмет болған осынау кітаптан алар нәсіптерің оны өтіріктеу болды ма? Жаналқымға тығылғанда не істер екенсіңдер көрейік. Сол бір сәтте өлім аузында жатқан адамның басында амалдарын құрып, Құдайдың ісінен не шара деп құр қарап тұрасыңдар. Біз оған сендерден де жақынбыз, алайда сендер көрмейсіңдер. Қане егер өздерің айтқандай көпірліктерің мен күнәларың үшін жауапқа тартылмайтын болсаңдар, егер айтқандарың рас және өздеріңде шынайы болсаңдар, қане, алқымға тығылған сол жанды денеге кері қайтармайсыңдар ма? Егер қайтыс болған жан Аллаға жақын хас пенделердің бірі болса, онда оны мәңгілік рахат ғұмыр, ең керемет ризық несібемен, көз көріп құлақ естімеген нығметтер мен шаттыққа тола нағим жұмағы күтеді. Егер амал дәптерлерін оң жақтан алатын бақытты жандар Асхабул Яминнің қатарында болса, онда оған, амал дәптерін оң жақтан алған игілік иесі,
саған өзің сияқты игілік иелерінен жалынды сәлем делініп, ерекше қошемет көрсетіледі. Ал егер ол хақ дінге де, пайғамбарға да сенбей, хақ жолдан адасқандардың бірі болса, онда оған тозақтың тұрақты да сыйлы қонағы ретінде бұрқ-сарқ қайнаған ыстық су мен сый құрмет көрсетіледі. Әрі жалындаған жаһаннам отына тасталады. Анық ақиқат, міне осы Құран. Ендеше шексіз ұлылық иесі Раббыңның есімін, яғни оның мінсіз екендігін айтып ұлықта.